Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін Түркістан қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде оқушылар арасындағы конкурстық іріктеу өтуде. Жалпы биыл елбасы атындағы өркен білім беру грантынан 1286 оқушы үмітті. Оның 1029-ы қазақ сыныбында оқуға ниет білдірсе, 257 бала орыс тобында оқу үшін құжаттарын тапсырған. Жалпы баласы атқа қонса, ата-анасы үйде отырып тақымын қысар демекші. Бүгінгі білім бәйгесіне түскен балалардың ата-аналарының ой пікірі, тілегі қандай екен, бірге бағамдап көрейік. Кеше самал қобалжу болды, бірінші кіргеннен кейін. Бүгін енді кешегіден басқаша уайым тоқтады. Бүгін жас көңіл күйме кірді. Бірақ кеше айтты, сол енді өзімізде достық орталығында дайындалдық. 8 ай дайындалды қызым. Дайындалған есептерде келді деді, арасында қиында болды деді. Бірақ көңіл күй кей шыққанда жақсы шықты. Көңіл күй жақсы болды. Саламатсыздар ма? Біз Ақорда зияткерлік мектебінен келіп отырмыз. Біздің мектебімізде 1-ші сыныптан 6-ші сыныпқа дейін оқытамыз. Енді осы Назарбаев зияткерлік мектебі Түркістанда биыл ашылғанына байланысты оқушылардың, ата-аналардың көптеген ұсыныстарына байланысты барлық оқушыларымызды осында алып келдік. Енді барлығына мектеп ұнап жатыр. Солай кешегі күннің нәтижесімен барлық жақсы көңіл күймен шықты. Сол дайындалған, оқыған сұрақтарымыз келіп жатыр деп. Енді бүгінге де сондай жақсы бір настроймен кірді. Құдай қаласа осы мектептің оқушылары ретінде көріп тұрмыз болашақта. Назарбаев зияткерлік мектебі бізге қатты ұнады. Мен полиция капитаны Тұрсынбек Медет, Назарбаев атындағы зияткерлік мектебінің жас кәмелетке толмағандарының инспекторымын. Қазіргі таңда бұл жерде тест қабылдап жатыр. Бұл жерде ешқандай тәртіп бұзушылық анықталып жатқан жоқ. Барлығы заң аясында. Қазіргі таңда бұл жерге Түркістан қалалық полиция басқармасынан 15 адам жұмылдырған. Жас кәмелетке толмағандар жөніндегі инспекторлар. Қазір барлығы жақсы, ешқандай айқай-шусыз. Барлығымыз осы жерде жүрміз. Құқықты тәртіп сақтап. Ешқандай құқық бұзушылық анықталып жатқан жоқ. Кезекшілік бойынша таңғы сағат 8:00-ден осы жерге келіп тұрмыз. Келген уақыттан бері әлі ешкім ауыр жағдайға түскен жоқ, ауырған жоқ. Біздің составта құрамда 2 фельдшер, 1 водитель болады. Бірінші және екінші фельдшер, жүргізуші. Ауырлық жағдайларына байланысты көмек көрсетеміз 2 фельдшер. Бүгін біздің міне Түркістан қаласындағы зияткерлік мектепте 6-шы сыныптарды 2022-2023 оқу жылына грантқа қабылдау іріктеуі өтіп жатыр. Ең қуантарлық сол, биылғы жылы біздің мектебімізге Түркістан облысы мен Түркістан қаласынан өте көп балалар тапсырып жатыр. Соның ішінде Түркістан қаласынан 572, Түркістан облысынан 589, ал Нұрсұлтан, Алматы, Қызылорда, Шымкент қалаларының барлығын жинап қосқан кезде 125 бала. Ал былтырғы жылы мүлдем басқадай статистика болған. Шымкент, Алматы, Нұрсұлтан қалаларынан өте көп көлемде түскен. Енді бұл ең біріншіден осы жергілікті Түркістан облысының халқы да зияткерлік мектептің тұрғызылғанын, орнатылғанын, осы жерде ашылғанын көріп естуі болса, екінші себеп осы мектебіміздің әріптестерімізбен осы зияткерлік мектепті жарнамалау туралы, ол конкурс іріктеудің болатындығы туралы да көптеген үлкен іс-шаралар ұйымдастырылды. Соның ішінде бүкіл облыстарға, аудандарға арнайы ашық, бірнеше рет ашық есік күндері және де мұғалімдеріміздің сол мектептерге, өздерінің бұрында оқыған мектептеріне де өздерінің ақпарат жеткізуі, соның барлығы әсер етті деп ойлаймын. Сондай-ақ онлайн түрдегі арнайы сонау ақпан, наурыз айларында онлайн олимпиадалар ұйымдастырылған. Соның барлығы осындай бір үлкен нәтиже беріп отыр. Енді біз ойлаймыз, өте күшті осы Түркістан облысының мықты оқушылары біздің мектепке түседі деп.
2 күнге жалғасқан іріктеу конкурсының соңында барша ата-аналар мен оқушыларды мазалаған жалғыз сұрақ ол тестілеу нәтижесі қашан жарияланады. Бұл сұраққа бізге Нидерландыдан арнайы келген бақылаушы СИТО педагогикалық өлшеулер институтының халықаралық консультанты мистер Нико Дитерен жауап берді. Мен NIS іріктеу тестінде 10 жылдан астам жұмыс істеймін. Мұндай ауқымды тестілеуді өткізу әрқашан жаңа мектеп үшін өте үлкен сынақ. Сіздің мектебіңізге 1300-ге жуық оқушы тест тапсыруға келді. Бұған көп күш керек. Сіз тынбай жұмыс істеуіңіз керек. Осы басқару процесін сәтті ету үшін көптеген мұғалімдерді ұжымды толықтай осы іріктеу тестіне тартуыңыз керек. Сондай-ақ, балалар мен ата-аналар үшін барлық балалардың әділ мүмкіндікке ие болуы және Түркістандағы осы әдемі жаңа мектепте іріктеуден өтіп қана қоймай, онда оқуға түсуге әділ сынақтан өткізу үшін қолыңыздан келгеннің бәрін жасайтыныңызды білу өте маңызды. Осы іріктеу күндерінен кейін бұл оқушылардың барлық нәтижелерін талдау өте мұқият және ауқымды процесс болмақ. Сондықтан СИТО осы жобаға белсене қатысып жатыр. Барлық тестілеу материалдары мен барлық жауап парақтары тексеріліп, Нидерландыға жіберіледі. Нәтижелер бойынша барлық бағалаулар өткізіліп, тест тапсырмаларын оқушылардың қалай орындағаны талданады. Бұл процесс 40 күнді қажет етеді. Таңдалған оқушылардың осы сынақта ең жақсы нәтиже көрсеткен оқушылар екеніне ешкім күмәнданбауы үшін бұл талдау толықтай шынайы, әділ әрі таза өтеді.